жаңадан салған үйлердің бәрі 6-7 балға шыдай ма, шыдамай ма? Это под вопросом. Олар ешкім тексеріп жатқан жоқ, тез салады да, тез сату, бизнес қой, бизнес. Ол кезде бизнес деген болған жоқ, сондықтан дұрыстап салады. Содан ашылар сынады. Сынған деген адамдардың бәрі қырылады ғой. Мынау Максим Горький паркі, сосын Алматы один деген мына Алматы жағы, сол жер они подлежат землетрясению, сол жақ жаман болады. Алматыда максимум 5 этаж болу керек қой. Бұрынғы талаптар қалды ғой. Бірақ ол талапты тексеріп жатқан ешкім жоқ қой. Алматының үйлері 9 балдық жер сілкінісіне дайын ба? Қандай үйлерді қауіпті, қайсысын қауіпсіз дей аламыз? Алматыда қанша қабаттан жоғары баспана салуға болмайды? Осы және өзге де сұрақтарды Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген құрылысшысы Мұхтар Айсаутовқа қойсақ, Мұхтар Қозыкенұлы, алғашқы сұрағым жалпы Алматыда 50-ші жылдардан бері бой көтерген алуан түрлі үй бар. Олардың қайсысын қауіпті, қайсысын қауіпсіз дей аламыз? Мен сіздерге айтайын деген 50-ші жылы салған үйлер баяғыда әлгі халықты үйді толтырамыз деп Хрущевский деген үйлер салынды ғой, 2 этаждылар. Олар мен айтайын, землетрясение ол 2 этажды үйлердің бәрі шыдайды. Сол жылдар салған үйлердің бәрі землетрясение 7-8 балға шыдайды. Одан көп болса да оған Құдай біледі, оны шыдау қиын. Оның бір жақсы жері олардың основаниесі, бұл землетрясение самый главный несі, основание ғой, фундамент. Фундамент дұрыс болса, ал ол салған үйлердің төбесі әлгі баяғыда плита перекрытие емес, ағаштан істелінген. Бір нәрсе болып қалса да ешкім қайтпайды, ешкім өлмейді деген сөз ғой. Техника безопасности жағынан олар даже жақсы. Осы бәрі совет өкіметі кезде мынау Қазақстан деген гостиница салғанда Қонаев член политбюро еле-еле добился, чтобы 24 этажды салу үшін. Оған Ленинградский, Московский проект институттар келіп, қарап оның основаниесі передвижно қозғалады. Сонда запрет болған, мен министерство шаруашылық строительства жұмыс істедім ғой, мен начальник главка болып. Сонда постановление болған по Қазақстану. Бұл Алматыда 5 этаждар жоғары көтеруге болмайды деген өзі Минтяжстрой союзының постановлениесі болған. Мынау Алматы один бар ғой, сол яқты 2 этаждан жоғары көтеру болмайды дейді. Қазір любой жерде сала береді. Енді самый қиын мына фундамент дұрыс салмайды да. Фундаментті баяғыда үй салғанда, қазір совет үкіметі кезінде 1,5 жыл болады, срок строительства деген бар, уақыты. А қазір 3 айда, 4 айда 12-16 этажда ұрып тастайды. Сонда бұл қалай деген сөз ғой менікі, как құрылысшы. Фундамент салғаннан кейін 1-2 ай тұру керек, ол ана қату керек. Арматура деген, қазіргі арматураны Қытайдан аламыз, баяғыда арматурдың 32-45 үлкен арматура, солардан фундамент жасайтынды. Бетон деген марка 400 болатынды. А қазір оның ешкім тексеріп жатқан ешкім жоқ, 400 ба, 200 ба. А үшін землетрясение неткен бетондар 500-600 болу керек. Ондай бетондар шығармайды қазір Қазақстанда. Бұрын Шымкентте шығаратынды. Сол проблема землетрясениеден. Таулы аймақта орналасқан Алматы еліміздегі ең қауіпті қала. Жалпы мегаполисте бізге білінетіні бар, білінбейтіні бар. Жылына 400-ден астам жер сілкінісі болады екен. Жалпы соңғы рет Алматыда жойқын 9 балдық жер сілкінісі 1910 жылы тіркелген. Ол кезде 44 адам қаза тауып, бәленбай ғимарат қираған. Енді бетіне аулақ қылсын, ғалымдар енді ондай дүмпу 100 жылда бір рет қайталануы мүмкін екенін айтып келе жатыр. Егер 9 балдық жер сілкінісі болса, Алматының қанша пайыз ғимараты оған шыдас беруі мүмкін? Мен сізге айтайын, 70-86-ға дейін салынған үйлер шыдайды деп ойлаймын мен. Ол кезде бәрі әрбір строительный комплексте, ол кезде трес дейді ғой, өзі строй лабораториясы болған. Анау салған бетон тексеретінді. Қай марка екен, қазір ешкім тексермейді. Ол бір. Екінші арматурада құйған кезден темір ғой арматура. Соның бәрін холодный сварка деп, енеулі горячий сварка мен аттан холодный деп хомут кигізіп, сосын кейін фундамент біткеннен кейін на растяжение оны тексеретінді. Шыдай машина, совет үкіметі кезінде. Қазір заманда 86-дан бастап, айтайын, 89-дан дейгенді. Ондай қазір жоқ, ондайды мен көріп отқан жоқпын. Сондықтан мен ойлаймын, жаңадан салған үйлердің бәрі 6-7 балға шыдай ма, шыдамай ма? Это под вопросом. Мен өзім ойымша, где-то 60-70% шыдайды. Ал мына жаңадан 90-дан жоғары салған үйлер 2005-2007, соған мен сомнение. Шыдайды деп айта алмаймын. Өйткені олар ешкім тексеріп жатқан жоқ, тез салады да, тез сату. Бизнес қой, бизнес. Ол кезде бизнес деген болған жоқ, сондықтан дұрыстап салатыны. Сондықтан енді 70%, 67% содан жоғары болады, шыдайды үйлер. Бұрынғы 90 жылғы салған үйлерден. Содан кейін шыдады. Особенно қиын Аль-Фарабида стеклопакеттер болған, шыныдан сенген. Олар деген шыдамайды ғой, ертең темір майысады. Қандай темір болса да нагрузка болғаннан кейін. Содан шынар сынады.
сынған деген адамдардың бәрі қырылады ғой. Землетрясение болады, рано или поздно бәрі болады ғой. Мысалы, Астанада грунтовый су. Сразу Астанада не салады, сваи, суға қарсы. А бұяқта землетрясение. Әрбір өзі регионның өзінің нелері бар. Жердің өзінің составтары бар. Қандай жер екен. Бұл жерде енді мен сізге айтамын, баяғыда Совет үкіметі кезінде карта болған. Ең подлежать ететін землетрясение. Мынау Ленин көшесі, мынау Максим Горький паркі, сосын Алматы один деген Алматы жағы, сол жер они подлежат землетрясению, сол жақ жаман болады. А мына жақтың бір жақсы жері, мына таулар, землетрясениелер, мына таулар бар ғой Алматы, Есентайдан горный гиганттар таулар ғой. Олар землетрясение деңгей болған таулар шыққан. Своеобразно. Ал енді анау мына жақтың бәрі ровно, сол жақтан жарылғанды, мына таулар шыққан жерде землетрясение болмауы мүмкін. Соны осы бұл жаққа қарай кетеді, мынау төмен жаққа кетеді. Алматы один, Ленин көшесі, Максим парк, Максим Горький, сол жақ опасно. Ол жақта уже болған нәрсе ғой бұлар. Содан пайда болған таулар деп ойлаймын мен. Солай даже ученыйлар баяғыда сөйлеп айтылған. Уже своеобразно уже не дейтін еді, қазақша айтқанда пайда болған таулар, ол землетрясение болғанда уже ол жерде болмайды. Болмауға тиіс. Құрылыстағы монополияға қатысты өзіңіз көңілің толмайтын жайттар бар ма? Айтып беріңізші. Мен айтайын дегенім, Совет үкіметі кезде баяғы мен өзім 3-4 тресте управляющий болдым. Мен бастығы ғой, генеральный директор Цыковский номенклатура ол кезде. Управляющий тресттің ЦК бекітетінді баяғыда. Мысалы, ол кезде біздің өзіміз строй лабораториямыз болды. Біз адамдарды дайындадық, техника безопасности қарадық, сейсмический ненің бәрін үйретеді. Әрбір прорабта удостоверение болған. Сейсмическая зона, қалай нету керек, техника безопасности, удостоверение, управляющий трест, который прораптардың бәріне сондай экзамен тапсыратынды. Журнал вот, журнал жазады, техника безопасности адам жазады, что он прошел экзамен деп. Ол соның бәрін учитывать етеді. Оказывается, ондай жоқ. Мен ондайды көрген жоқпын, чтобы бір какой-то строительный компанияда, чтобы прораптар экзамен тапсыру деген. Ол кезде экзамен тапсырады. Здесь сейсмический жағынан, сварка жағынан, кладка жағынан, солай конструктиві бар, сол экзамен тапсырады да, әрі даже начальник ПМК-ларды, подразделение ғой трестің, солардың начальник ПМК-лардың өздері сондай экзамен тапсыруға тиісті. Соның бәрін байқап отырып. Ол кезде кадрлар басқа болды ғой. Қазір байқайсыз ба, архитектура-строительный академияның басқа строительный не жоқ қой бізде. Біз әлгі баяғыда строительный техникум, ГПТУ деген болған. Средний звено дайындайды, төмен звено дайындайды. Олар квалификационный мысалы сварщик 6 класса деген ақшаны оқытып алатынды. И ол знал, как варить. Оказывается, ондай сварщиктер жоқ. Қазір қырғыздар, өзбектер қалай варить етеді? Мен түсінбеймін. Ал енді базистер, биогруппа деген крутой трестер болады, олардың кадрлары көбісі бізден шыққан. Главалматострой, Минтястрой, Минсельстрой деген трестер болған. Солардың кадрлары, олар қазір қартайды. Жастарды ондайға дайындап отқан жоқ ешкім. Мен аларды әлгі оқытып жатыр, базис, биогруппа оқып жатыр деген мен естіген нәрсе емеспін, оны білмеймін деп. Я сомневаюсь. Бұрын 3, сосын 4, одан кейін 5 қабаттан биік үй салуға болмайды деген талап болған. Қазір оны ескеріп жатқан, елеп жатқан ешкім жоқ. Жалпы көп қабатты үй салу қаншалықты қауіпті? Алматыда максимум 5 этаж болу керек қой. 9-12 этаж салсам, дұрыстап оның фундаментін, основаниесін тұрсап қарау керек қой. Кладкасын қарау керек, неден салынады, плита перекрытие, ригеля деген бар, ұстап тұратын нәрселер. Солар бәрін қарап істеу керек қой. Оны кім қарап жатыр? ГАСК деген бар, который контролирующий орган. ГАСК деген сөз, бұл құрылыстың прокуратура деген сөз. Прокуратура бар ғой, кәдімгі халық. Сол сияқты ГАС деген прокуратура. ГАС мысалы келеді, тексереді, дұрыс болмаса отказ береді, запретить строительство. Мен әлі бір стройканы тоқтатқан ГАСКы көрген жоқ. Сол ГАСКыда бұрын специалисттер істейтін, кәдімгі құрылысшылар. Қазір ГАСКыда, я извиняюсь, ГАСКы неше түрлі бәлелер істеп жатыр даже. Бір комитет создавать етті, баяғыда құрылыстың комитеті бар, оның бастығы президент комитеті металлург болғанбыз. Кәдімгі құрылысшы орындарында. Бізде стройиндустрия торговля қосып қойған бітті. Бұл строительство деген, бұл енді медицинада қауіп нәрсе. Медицинада адамның өмірі ғой, құрылыста адамның өмірі, оны білу керек қой. Кеңес заманымен салыстыратын болсақ, қазір ғимараттарға қатысты талаптар өзгереді ме? Бұрынғы талаптар қалды ғой. Бірақ ол талапты тексеріп жатқан ешкім жоқ қой, ол талапты ұстап жатқан ешкім жоқ. Қазір сметаның өзі басқа түрлі болып кетті. Сосын қазір мен сізге айтамын, Алматыда әлгі самострой деген бар, өздері салады.
үйлерде. Бірақ олардың бір жақсы жері еді, 2 этаж аз салады, ақшалар жоқ қой, 1 этаж салады. Оны қарап отқан ешкім жоқ, олар салып болғаннан кейін барады да, госкомиссия вот істейді, бітті, оны қарап отқан ешкім жоқ, фундаменті қандай. Вот олар бұзылады. Енді 4-5 жиында ағашылар жиналып атты, бір үйді салып тастайды, мысалы мынау Бақайда, неде, мал станция жағында үйлер салып жатыр ғой, алып жатыр, жерді беріп жатыр. Солар өзі салып, дачный домик сияқты қылып салады, бірақ оның бір жақсы жері, бір пайдасы, ешкім өлмейді онда. Далаға шығады, өспет етеді, далаға шығады. Төбесі онда плита перекрытие емес, тақтайдан селген, тақтай адамды өлтірмейді ғой. Оның бір пайдасы сол. Қазір үйлерді сынақтан өткізудің қажеттілігі бар ма? Енді Турция көрсетті ғой. Сондықтан да Турциядан бір жағынан біздің Қазақстанға соны дұрыстау керек қой. Ол үшін қазір мен ойлаймын, ол үшін үйлерді қайтадан енді әлгі ревизия дейді ғой, ревизия істейтін шығар. Мен ойлаймын, үкімет істеуге тиіс енді ревизия. Әлі үлкен үйлерді, 9 этаж, 12 этаж, одноэтажный үйлерге не обязательно ревизия істеу. Құласа құлады, бірақ адам тірі қалады деп жүр. Сосын ең қиын шерісті бұл Алматыда шығу қиын болады. Бір жағдай болып қалса, Алматының бәрі жабық, мына барахолка дейді, қаяғына шығатын, қазір өзінде пробка, ол кезде масқара болады, шыға алмай қаламыз қаладан. Соны ойлау керек қазір үкіметке. Шығу жағын. Бір жағдай болып қалса. Скорый помощь, пожарный кіре алмайды қазір. Үйдің Қазақстан жер аздай, үйді тығып салып жатыр ғой қазір. Детский площадка да жоқ. Солға скорый помощьпен кіре алмай жүр ғой. Мысалы, далада тұрады, жүгіріп алып барады ауырған адамдарды. Пожарлар кіру керек, 7-8 машина кіру керек ол кезде. Жана бастайды ғой үйлер. Газ жарылады. Пожар болуы мүмкін. Сол кезде пожарлықтар тұру керек қой. Жер сілкінісі кезінде қай жерге бас сауғалаған дұрыс? Вообще былай әлгі проем бар ғой, естінде проем, техника безопасности жағында естінде проемында әлгі проем бар ғой, сол жерге тұру керек адам баласы. Шыға алмай қалса. Енді қазір 12 этаж лифт қой. Лифт тұрып қалады, значит, қисаяды ғой бәрі лифт тұрып қалады. Сол кезде ақырындап лестницамен түскен өзінде байқап, былай өспет лучше, мен өзім ойлаймын, ана проемдары тұрып, әлгі бір нелер болады, үйлерде салынған нелер, проем деген. Естінде проем сол жерге тұрса, не стоп қалуы мүмкін, региля, адамды өлмеу үшін. Бірақ енді түгіл кетсе бітті деген сөз ғой бәрібір. Жақсы, жауабыңызға көп рахмет. Айта кетейік, бүгін бізбен сұхбаттасқан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген құрылысшысы Мұхтар Айсауытов. Сау болыңыздар.